Үмітін елдің арқалап, арманнан туған рәміздер. Жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Егеменді еліміз жер бетіндегі басқа мемлекеттермен терезесі тең, өркениетті ел ретінде танылып, 1992 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба, әнұран бекітілді. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 4 маусым Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күні болып белгіленді. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейді. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Желбіреген аспан жас байрағымыз халқымыздың арманын асқақтады. Қыран бүркіттей елімізді аспан әлемінде халықтастырды. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздер мемлекетіміздің негізгі құндылықтар бөлігі. Алтын күн мен қыран бейнеленген көк туымыз барша қазақстандықтардың шаңырағы ретінде қалыптасты. Елтаңбамыз бізді бүкіл әлемде тәуелсіз Қазақстан ретінде танытты. Ұрпағына туың жығылмасын деп бата берген қазақ үшін көтерілген байрақты ерлік пен ерліктің бірліктің белгісі. Алмағайып тұмтылғанда ұлы бабалар дабыл қағып сөйлетерген. Елім деген ерлер қашанда ту түбіне жиналған, жауға тойтарыс берген. Қуанышта да осылай болған. Көк байрақ көтерілген жерден мерекенің мерейі үстелді. Кез келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы әнұран. Әнұран мемлекеттің салтанатты әні. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы айтылған. Әнұранды түрегеліп, жүректің тұсына қолдарын қойып айтады. Бұл өз мемлекетіне деген құрметті көрсетеді. Халық өмір салтын, бүгінгі тіршілігі мен келешек армандарын, 1000 жылғы тарихын осы әнге сыйғызған. 1986 жылы менің Қазақстаным бостандық аңсаған қазақ жастарының бейресми әнұраны болған еді. 2006 жылғы 7 қаңтардағы Конституциялық заңға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы мен мәтіні жаңа редакцияда жазылды. Мемлекеттік әнұранның авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. Алғашқы рет Қазақстан Республикасының әнұраны ретінде «Менің Қазақстаным» әні 10 қаңтарда 2006 жылы елбасын ұлықтау рәсімінде орындалды. Бұл әнұранның сөзі республикамыздың барлық халықтарының жүрегіне жарқын, жұрттың бәрінің көңілінен шыққан терең отаншылдық сезімдегі ән болып табылады. Көктудың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың жел